Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу осы UFC кешінің co-main eventi, ерлер арасында жартылай ауыр салмақта, яғни 93 кг салмаққа дейін өтетін керемет кездесу болмақ. Бразилиялық осы ақпан айында өзінің дебютін керемет дәрежеде өткізіп, австралиялық Джимми Крутпен өте тартысты кездесуден кейін тең нәтижеге қол жеткізген Рудольфо Беллато мен оның қарсыласы UFC-да талай жылдан бері өнер көрсетіп жүрген осы салмақтағы дәл қазіргі чемпион Магомед Анкалаевты кезінде жеңген шотландиялық Пол Крейг арасында өтетін тартысты кездесу болмақ. Бірақ бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік бразилиялық жауынгерді үлкен фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетінде Рудольфо Беллатоның джиу-джитсуы, сонымен қатар грэпплинг стилінің жоғары болғанына қарамастан, бұл жауынгер өзінің ұрыстарын көп жағдайда тік тұрып соғысып, болмаса бокс стилінде жүргізуді өте жақсы көреді. Яғни осыған қарап бұл жауынгердің қарсыластарын нокаутқа, болмаса техникалық нокаутқа түсіруге күшінің зор екендігін байқауға болады. Ал Пол Крейгқа келетін болсақ, Пол Крейг жалпы өзінің соңғы кездесулерін көбінесе тік тұрып соғысып жүргізіп жүр. Бірақ та біз білетіндей бұл жауынгердің ең басты қаруы грэпплинг пен джиу-джитсу екендігін білеміз, достар. Өзінің соңғы кездердегі орта салмақтағы жорығының сәтсіз болып жүргеніне байланысты Пол Крейг бұл жолы жартылай ауыр салмаққа қайтадан оралып отыр. Менің ойымша, бұл кездесуде бразилиялық Рудольфо Беллато өзінің хайпын одан ары қарай көтеріп, бұл кездесуде Пол Крейгті техникалық нокаутпен, болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Declaring the winner by TKO, Adolfo Bellator.